Кешкі асқа өте дәмді голубцы дайындаймыз. Ең алдымен қырыққабаттың ортасын осылай кесіп алып тастаймыз. Жұмсарғанша суға қайнатып аламыз. Содан соң тартылған еттің үстіне жуа саламыз. Жартылай піскен күріш салып, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып салмасын дайындап қоямыз. Енді жұмсарған қырыққабаттарымыздың осылай қатты жерін алып тастаймыз пышақпен. Содан соң салмасын саламыз, ораймыз қырыққабатымызды қалауыңызша. Содан кейін менде видеода байқасаңыздар 3-4 нұсқасын көрсеттім капустамыздың оралу жолын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша орасаңыздар болады, ыңғайыңызға байланысты. Осылай кезек-кезек дайындап аламыз. Барлық голубцыларымызды осылай жасап қоямыз дайындап. Енді құрғақ табаға май құямыз, жуа саламыз. Үстіне сәбіз және де жаңағы қырыққабаттың қатты жерінде турап тастадым да подливаға салып жібердім. Үстіне томат пастасын салып жұмсартып аламыз. Енді жартысын подливаның алып аламыз ыдысымыздан. Содан соң үстіне голубцыдан саламыз. Тағы да подлива саламыз. Осылай видеодағыдай кезек-кезек салып, ең соңында тағы да подливамызды салып, үстіне тұз, бұрыш және де қайнап тұрған ыстық суды құйып, қатты отта бір 10 минут, 5 минут шамасында қайнатып аламыз да, содан соң жай отта шамамен 40-45 минут пісіреміз. Осымен голубцымыз дайын, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.